Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ресторандағыдай өте дәмді және де ағзаға ешқандай зияны жоқ ПП таңғы астың рецептін бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. 400 грамм сүзбеге 1 шай қасық бал қосамыз және де 2-3 қасық қаймақ қосып барлығын араластырамыз. Негізі бұл таңғы асқа әртүрлі жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Әр мезгілге сай, мысалы жазда құлпынай, не болмаса таңқурай қоссаңыздар болады. Қыстың уақытында мысалы құрма, банан, не болмаса апельсин, мандарин қосуға болады. Мен құрма мен банан қостым. Бұл таңғы астың ең оңай түрі. Егер сіздер асығып тұрсаңыздар, не болмаса ерініп тұрсаңыздар, тез жасай салатын таңғы ас. Өте дәмді және кальцийға толы таңғы ас. Ендігі таңғы ас алдын ала жасалады. Ол үшін 1 стақанға 4 қасық овсяный хлопья, 1 қасық чия, 200 грамм сүт қосып, дәміне қарай бал қосып, барлығын араластырып, бір түнге холодильникке қойып қоямыз. Ендігі күні таңертең сіздің таңғы асыңыз дайын болады. Енді үстінен осылай 1 бананды қосамыз, кубиктап тураймыз, кивиді қосамыз, оны да кубиктап тураймыз. Бұл рецептеде сіздер өзіңіздің қалаған, өзіңіздің жақсы көретін жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Ең үстінен, кивидің үстінен балды қосамыз. Міне осындай өте дәмді, ерекше таңғы ас болады. Және де дәруменге толы, ағзаға пайдалы. Бір түннің ішінде овсяный хлопьямыз жақсылап жұмсарып, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал ендігі таңғы асқа біз чечевицадан нан жасаймыз. Ол үшін алдын ала 40 грамм чечевицаға 80 грамм су құйып, оны холодильникке салып қоямыз. Сол кезде біздің чечевицамыз жұмсарады да, оны блендердің көмегімен осындай ботқа етіп жақсылап тұрып ұрып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді қызып тұрған тапаға май құйып, чечевицамызды салып, оны тегістеп шығамыз да, қақпағын жауып пісіреміз. Тапаңызға майды көбірек жағыңыз, сол кезде сіздердің чечевицаларыңыз осылай жабысып қалмайды. Мен майды азырақ құйғаннан кейін осылай жабысып қалды, бірақ наным жақсы пісті. Енді осылай аударғаннан кейін сіздердің нандарыңыз осылай көтерілу керек. Міне сол кезде пісті деген сөз. Мен тақтайшаға нанымды салып қойдым да, оның үстінен творожный сыр жағып алдым. Салмасына қиярды томалата және де қызанақты да томалата тураймыз. Кептірілген сарымсақты себеміз. Енді қызанағымызды, қиярымызды саламыз. Сіздерде листья салаты болса, листья салаты қоссаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше және де ешқандай ағзаға зиянсыз осындай нан болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына мен 100% кепіл беремін. Өте дәмді таңғы ас. Ендігі таңғы асқа 2 жұмыртқадан біз омлет жасаймыз. Тұз қосамыз, дәміне қарай өздеріңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Енді қызып тұрған тапаға май құямыз да, омлетімізді құйып 1-2 минут пісіреміз. Міндетті түрде тапаның қақпағын жауып пісіріңіздер. Енді омлеттің үстінен 1 лавашты саламыз да, қақпағын жауып 1-2 минут пісіреміз. 1-2 минуттан соң омлетіміздің асты пісті, енді лавашымызды пісіріп алуымыз керек. Ол үшін осылай омлетімізді лавашпен ауыстырамыз. Оны да 1-2 минут қақпағын жауып пісіріңіздер. Міне біздің омлетіміз пісті, енді тарелкаға салып аламыз. Лавашта омлетіміздің салмасына авокадо қосамыз. Авокадоны осындай ұзынша етіп турап аламыз да, омлеттің үстінен саламыз.
домалақша етіп помидорды турап та оны да саламыз. Міндетті түрде кішкене тұз қосыңыздар. Және де асқабақтың дәндерін саламыз. Барлық салмасын салып болғаннан кейін лавашымызды осылай бүктейміз. Өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ресторандағыдай таңғы ас деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал енді 5-ші таңғы асымызды жасаймыз. Ол үшін бізге багет батоны керек, не болмаса кәдімгі батон. Осындай етіп турап аламыз да, бір нанның тіліміне гхи майын жағып шығамыз. Не болмаса оливка майын қолдансаңыздар болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут осы тостымызды пісіріп аламыз. Тостыды пісіретін алдында әр түрлі дәмдеуіштер қолдансаңыздар болады. Сол кезде сіздердің тостыларыңыз өте дәмді болады. Енді творожный сыр жағамыз, үстінен авокадоны орналастырамыз, помидорды саламыз, және де міндетті түрде помидордың үстінен тұз салыңыздар, және де асқабақтың дәндерін саламыз. Міне осындай тостымыз дайын. Өте дәмді, өте ерекше. Осы таңғы ас маған қатты ұнайды. Тостыдың сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып келеді. Міндетті түрде осы таңғы астарды жасап көріңіздер. Және де лайк қойып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше күн жарық.